шешемді не дейтін еді? Келіншек дейтін еді. Сондай бір екеуінің ынтымақтастығын біз бірге өскенбіз. Мен мына өзімнің анамның үстіне емген жоқпын. Осы Мәдинаның Құлқаш деген жеңшемнің үстіне ем өскенмін. Сондықтан бұған мен өте жақынмын. Мен дүниеге келгенде қатты ауырып қан кетіп больницаға шығарғанда мен кішкентай шақалақ қалып кеткем. Сонда елдің аналарының үстінен өскенмін. Сондықтан кішкентай өнерім бар, өлеңім бар демекші. Мен ешнәрсені аямаймын. Мәдина үшін бірге өскенбіз. Құлқаш деген жеңшеміз қандай керемет әйел еді. Мына әйелдердің мейірімін төгіп өскен, әйелдердің тәрбиесін бізге беріп өскен. Қыз қандай болу керек? Қызға 40 үйден түйіндеп, біз сол кісі айтса, тойға бар десе баратынбыз, барма десе бармайтынбыз. Шошаңдамай жүріңдер, күле бермейді қыз десе күле бермейтінбіз. Қыздарға ұят болады десе, сол ұятты мойнымызға тағып берген біздің Құлқаш жеңшем. Біз Құлқаш жеңшемнің тәрбиесін көп алғанбыз. Өзі әнші, өзі өнерлі әйел еді. Су сорып салмасының кішкентай кезімізден жүрегімізге жаттап өскенбіз. Соның арқасында әр жерде тойда өлең айтып, жұрттың көңілін көтеріп жүрген қызбын. Мен Құлқаш жеңшемнің қызымын деп қояйын. Құлқаш жеңшемді қазір Мәдинаны көріп, анау Калиманы көріп, анау Зейнепті көріп, мен Құлқаш жеңшемнің Нұрланды көріп, мінекей осы балаларымды көріп, мен Құлқаш жеңшемді осы жерде тіршілігінде көріп тұрмын. Ол кісінің өлмегені соны өзінің бір мейірімділігі, өзінің кемдігі, ауыл әйелінің, ауыл келінінің бір епизодын көрсеткен кісі ол кісі. Сондай бір әйел кім десе, келін кім десе, мен сол кісіні ойыма аламын қазір. Әттең-ай, сондай келіндер, сондай абысындар, сондай апалар қазір кем ғой. Сонымен бірге кетіп қалды екен деп. Біз соның жалғастырушысын күзеп тұр. Мәдинаны жанымдай көріп тұрмын. Рас, ауылда бір-біріміз ол пендешілік, бәрімізде жұмыс істедік дейміз, араласу, құрласумен ауылға келіп бізді бір-бірімізді кішкене суытып жіберді. Сонда да жүрегіміз суыған жоқ, жүрегіміз жылы, жүрегіміз ойлап тұрады. Осылар аман болса екен, аман бекен деп тілеп тұрамыз. Мінекей бүгін осылардың бәрін көріп, жеңшемнің өзі өлсе де дейді ғой, әкенің өзі өлсе де көз көріп көрмес дейді ғой. Мен бұлардың әкесінің, шешесінің көзіміз, бізді көріп сендерді қуантырған шығарсыздар. Біз сендерді көріп қуантырмыз. Иә, өмір осылай жалғасады ғой. Өмір осымен қызық қой. Осы мәңгілік болсын, адам ұрпағымен мәңгі. Мына Мәдинаның ұрпағын көріп мен қазір сондай бір қуанып тұрмын. Мына қолы Сақинаға бекерге туылған жоқ. Осының мына қолының кісеуді еңбегінің арқасында толды деп ойлаймын. Еңбексіз қолға ешкім бермейді. Еңбексіз ешнәрсе келмейді. Адамның адамгершілігіменен, иә, сіз өзі сый көрсеткеннен кейін, өзі керемет келін ғой екен, жаңағы қайынсіңлісін жылап тұрғанын көріп, мен де жылап отырдым. Иә, сол қайынсіңліні, анамыз өліп қалды еді, содан кейін орнына ана болған еді деп, ол да тек айтылған жоқ, сонда денем түсірген отырды. Сонда сол Құлқаш жеңшемнің тәрбиесі, соның мейірімі, осы Мәдинаның бойында қалғандығы, соны көрсеткендігі, қуанамыз біз. Ананың тәрбиесін алып, ананың тәрбиесін көрсетіп жатқан Мәдинаның қыздарының да, келіндерінің де сол тәрбиенің жалғасын тапқанын көріп, қатты қуанып тұрмын. Білайым, мәңгілік сол жалғаса берсін. Мінекей ұлдары осындай той істеп жатыр. Кеше біз сюрприз істейміз, мамамызға айтпаңыз дегенде мен бір түрлі болдым. Неғып етеді екен, ол той ғой, ол шапан емес қой, егіз салатын той неге айтпайды екен деп бір түрлі болдым. Жоқ, оның да арқасында бір тектілік жатқан шығар, мамасын бір шын қуантайын деген шығар. Мінекей анау жездем отыр, мойны созып, мен сол жездеммен билейін ба деп жүрсем, жездем колесқа отырып қапты. О да бір Құдайдың жазғаны шығар. Сол отырғанына да Құдайға шүкір. Дүниеден кетіп жатқандар бар, ерте кетіп жатқандар бар, оны көрмегендер де бар. Алла тағала соны көрсетіп бұл кісіні. Мына қатарымызда отырғаны, о да бір Алланың өзінің пейіліне берген жақсылығы деп ойлаймын. Жалғаса берсін, мына сіздің бастастарыңыз көздеріңіз тиіп кетпесін. Бәріңіз қатаймен бірге барсыздар. Иә, көңіл қартаймаса бәріңіз де қартаймаңыздар. Өмір солай, жүз жасап, Мәдина, деніңе саулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Осы балалардың рахатын көре бер. Мына күйеуіңді сүйрелеп тақ өзіңнің жасыңмен бірге жүзге жеткізе бер. Енді ақыры осынша бейнет қылсын ғой. Бейнетіңді жалғастыра бер. Көмек керек болса кел, аяғын жуып береміз, шашқанып береміз, бізде кел. Иә, өлең айтып береміз. Сен адамның көңілі ғой қартаймайды, көңіл қартаймасын, өмірі ұзай берсін. Сәл кішкене көп сөйледім, кешіріңіздер енді. Тойға